достар, мен бүгін миксерді қажет етпейтін, ең жұмсақ, ең дәмді венский вафли пісіремін. Менімен бірге пісіріңіздер. Оңай рецепт. Алдымен менің каналымға тіркеліп, лайк басуға ұмытпаңыздар. Сізге керек құралдар: жұмыртқа, қант, бал және ертілген сары май, қаймақ және ұн бен қопсытқыш. Сымызға жұмыртқаны жарып саламыз. Одан кейін қант саламыз. Қасықпен араластырамыз. Келесі бал саламыз. Сосын ертілген май саламыз. Одан кейін қаймақ. Енді барлығы бір келке болмаса, жақсылап араластырамыз. Міне достар, бізде барлығы бір келкі болды. Ал енді ұн бен қопсытқышты електен өткіземіз. Барлығын қосып. Міне достар, ұн бен қопсытқышты қостық. Енді барлығын араластырамыз. Бізде барлығы бір келкі болды. Міне, осындай тесто шықты. Енді мына қасықпен вафельницаға саламыз. Енді қызып тұрған вафельницаға қасықтап саламыз.
Вафлimiz pishdi, do'stlar. Өте дамды шыққан, жұп-жұмсақ, міндетті түрде сіздер де пісіріңіздер.